Әкем жұмыстан келе жатқанда бізді, аға мен әпкемді және мені ылғи тракторның кузовына отырғызып алатын. Үшеуміз мәз боламыз, у-шу боп келе жатамыз. Әкем есіме түскенде тек осы көрініс қана көз алдыма елестейді. Анам болса далаға үлкен қазанның астына от жағып, тамақ істеп, кейде су ысытып кір жуып жататын. Бізді еркелетуге уақыты да аса бір мейірі де болмады. Сол жылы менің артымнан ерген інімнің дүниеге келгеніне жылда толмаған болатын, ал анамның тағы аяғы ауыр еді. Түн ішінде шуылдаған дыбыстар шықты. Анам талып жатыр. Ағам еңіреп жылап отыр. Әпкем кішкентайнымды көтеріп далаға шығып кеткен бе, көрінбейді. Төсегімнен тұра сала анама қарай жүгірдім. Бірақ бір әлеуетті қол анама жеткізбей көтеріп алды. Көтерген қалпы далаға шықтық. Дала тас қараңғы, жүріп келеміз. Бір кезде жарығы бар үйге келдік. Әпкем мен інім сонда отыр екен. Інім ұйықтап қалған. Ал әпкемнің көзінен үрейді байқадым. Сөйтсек, біз сол түні арқа сүйер асқар тау әкемізден айырылған екенбіз. Қырманда жүрген жерінен аяғасты жүрегі қысылыпты. Әкем қайтқан соң уақытынан ерте босанған қарындасым анамды әбіршітіп жіберді. Бізге қарайласып, әкемнің алыс туысағасымен әйелі жүрді. Жастары біразға келсе де, балалары жоқ, олар бізге кәдімгідей қамқор болды. Жаздың соңғы күндерінің бірі болатын. Далада ойнап жүрген жерімізден әпкем бізді үйге ертіп келді. Үйде туысағамыздан өзге тағы бір-екі нағашыларым отыр екен. Қайнаға, осы үйдің отағасы барда, өзіңіз білесіз, бар болдық, жаман тұрмадық. Ол кісі балажан еді ғой. Сіздерге бір шек өкпесін қимаса, өзі әне, ана дүниеге ерте барып жатып алды. Енді мына шетте балаларды асырап бағудың өзі қиын-ақ. Өзіңіз сұраған бір баланы сізге қидым. Үлкенім қолғанатым әкесінің орнын басты. Қыз бала жат жұрттық қой, ал кенже ұл деген тәтті болады екен. Сізге мына ортаншымды теліп отырмын, деп анам ұзақ сөйледі. Ұққаным, жетіге толып жатқан мен, баласы жоқ алсағайындарға бала болады екем. Көзіме жас тығылды. Менің пікіріммен санасып жатқан ешкім жоқ. Сол күні шын жетім екенімді түсіндім, қайран әкем. Тіпті бір күнге де нағашыларға жібермейтін еді. Анамды, әкем барда бізге қатты сөйлемейтін. Енді бар киімімді өскенде ініңге саған жаңасын сатып әпереді деп алып қалды. Аяғымдағы сынын бермеген аяқ киімім де алып қалып, жыртылып, айырылғалы тұрған сандалымен жіберді. Неге мен деген сұраққа жауап таппай, кеудемді өксік қысып барады. Әкем қайтқан соң, бұрынғыдай емес, нанның өзін есептеп беретін. Даладан кірген мен үлкендердің көзін ала бере, інімнің нанын жеп қоюшем. Сонда анам, нан соғар, деп ұрсатын. Демек, нанды көп жейтін болған соң, мені беріп жіберген екен ғой. Енді нанды аз жеймін, тіпті өз нанымды бопашпен, ініммен бөлісіп жеймін. Ішіме өксік толып, іштей осылай деп күбірлей бердім. Мен кетіп бара жатқанда, тек әпкем жылады. Ал мен онсыз да егіліп тұрғам. Анамды менің көз жасымда жібіте алмады. Осылайша, мен өз үйімнен 30-40 шақырымдай алысқа кеттім. Аудан орталығы тәрізді ауыл екен. Мен келеді деп, біраз дайындалғаны көрініп тұр. Арнайы маған деп дайындаған бөлмеде өмір жатып көрмеген төсек тұр. Келе сала, өгей әкеммен моншаға түсіп шықтым. Үйімнен келген киімдер солай мен екінші анамның тандырына сүңгіп кетті. Ал маған өзіме шақ киімдер әкелді. Үйренсе алмай жүрген 2-3 күнде анам келді. Далада екінші әкемнің көлік жөндеп жатқанын қызықтап отырғам. Анам келгенде қатты қуандым. Мені алып кетуге келген екен ғой деп. Бірақ анам маған қарағанда жоқ.
жүрегі бір жола суысын дегендей кеткенінше назар салмады. Анам біраз азық-түлік алып кетті. Содан кейін сол жақта тұрып жаттым. Жазғы каникулға шықсам болды. Лагерге, не екінші анамның төркіні Қапшағай жаққа, әйтеуір басқа аймаққа демалып қайтуға жіберетін. Кейде туған үйіме де баратынмын. Ол жақтан мен киімнен дым қалмай жалаңаш келетінмін. Анам жарықтық, сен ішіп жеп жүрсің ғой деп, бар дәмдіні ағам мен ініме тосатын. 8-ші сыныпқа көшкен жылы екінші әкем ауырып өмірден кетті. Осыдан кейін өзімді тіпті жек көретін болдым. Мен әкеге жарымайтын сор болдым. Мүмкін мен бала болмасам ұзақ өмір сүрер ме еді? Өзімді осы оймен іштей мүжейтін едім. Бірақ екінші анам ылғи мені көтермелеп отыратын. Сені асырап алғаным қандай жақсы болған. Қараш, мен жалғыз қалар едім. Шүкір, сен барсың, деп тәубесін айтатын. Екінші анам мен әкем қайтқан соң Алматыға қарай көшіп келдік. Анамның ауқатты төркіндері дайындап қойған үйге кірдік. Жылдар өте, анам зейнетке шықты, ал мен беретін азық-түлігіне қызығып, техникумға оқуға түстім. Былайынша пысық болдым. Елдің баласы мектепті бітіріп, ата-анасына оқуға түсір деп отырғанда, мен керісінше үйге азық-түлікті үйіп қоятын едім. Бітірген жылы әскерге кеттім. Анау-мынау емес ауған жеріне. 1989 жыл еді. Қазіргідей телефон жоқ. Қан мен оттың ортасынан әрең дегенде 2 жылды жартылай өтеп қайттым. Келсем, Алматыдағы үйімізде туған анам мен бауырларым келіп тұрып жатыр. Ал асырап алған шешем өмірден қайтқан екен. Маған хабар бергізбеген. Туған шешем келген соң бірақ естір депті. Мына үйді ағаңның атына жаз. Сен оқығансың ғой, үйіңді өзің тауып ала аласың. Ағаң бізді асыраймын деп, мектепті де толық аяқтамады деп әңгіме бастады. Төрде көсемсіп сөйлеп отырған шешемді туған шешем болса да қуып шықтым. Асырап алған анам тірі кезінің өзінде не алса да менің атыма жаза беретін. Үйде, қала сыртындағы саяжайда менің атымда. Ауған соғысынан аздап зардап көргенмен, көп замай жалғыздықтан жабығып үйленемін деп шештім. Туған шешеме ағайындар арқылы сәлем айттым, бірақ ол кісі келмеді. Есесіне осындағы екінші шешемнің бауырлары көмектесті. Бас құда болып туған інісі, құдағи болып соның әйелі жүрді. Келер жылы ұлды болдым. Сол кезде бірақ келді шешем. Маған дер кезінде хабар бермедің. Құдағи боп мен емес, бөтеннің барғаны қалай, деп жай келмей өкпе арта келіпті. Және тағы бір өкпесі бар екен. Мен баламның тегіне екінші әкемнің есімін жаздырған едім. Оған да біраз шу шығарғанда шыдай алмадым. Кезінде мені керек емес, артықнан соғар деп берген өзің емес пе? Кішкентай дәрменсіз кезімде керегім жоқ еді. Ал қазір менде бәрі бар болған соң керек болып қалған екем. Бала кезде де үйге мені тек үстімдегі киімді тонап алып қалуға ғана шақыратын едің. Әкемнің дәл сен сияқты жан тапқанын қараш. Екінші анам нағыз анам болды. Не керек, жылдар бойғы іште толып қалған запыран 5 минутта сыртқа осылай шықты. Бас салбырап кеткен шешем үнсіз қалды. Шешем ауылға қайтты. Ал інім мен қарындасым менің үйімде жатып оқуға түсті. Арагідік ауылдан тек шешем ғана емес, аға жеңгем де, әпкем де келіп кетіп жүрді. Алматыға келсе тұрақтайтын үйі осы үй болды. Ақшаның басын құрап, қаланың шетінен үлкен жер сатып алып қойдым. Байқауымша, қала үлкейіп келеді. Әлі бұл жер қала шеңберіне кіретіні сөзсіз. Көп замай айтқаным келді. Жердің жартысын қомақты бағаға сатып, қалған жерге үлкен етіп сауда үйін салдым. Астында үлкен асханасы бар. Шыққан шығын 2 еселеніп қайтқан соң, тағы бір жер сатып алып, құрылысты бастап кеттім. Бір күні ауылдан шешең қатты ауру, сені сұрайды деген хабар жетті. Бір шаруаға бөгеліп айтқан уақытта бара алмадым.
таң қараңғысы болатын. Тура әкем қайтқан түн сияқты түн ішінде телефоным безектеп ала жөнелді. Тұтқаның арғы жағында әпкем боздап жылап тұр. Ауылға жедел жеттім. Анамыздың ауырып жатқанынан хабардар болса да, бауырларымның шарасыз отырғанын көрдім. Соятын мал жоқ. Үйде ескіріп, аңқа-санқа. Қаладағы жолдастарым да, әйелімнің туыстары да келе жатыр. Ешқандай сөзге қараған жоқпын. Ауылдан ең жаңа салынған деген үйді сатып алдым да, дереу сол жерге 2 қазақ үйді тіктірдім. Анамның сүйегі өз босағасынан шықты. Бірақ келген қонақтың бәрін екіншіден шығарып салып тамақтандырдық. 2 жылқы, 10 шақты қойды сойып тастағанда ауыл адамдары таңдай қағысты. Бүкіл қажеттінің бәрін Алматыдан алдырдым. Олпы-солпы киініп, бастарын салбыратқан ағам мен інімді көріп ойландым. Кім білет? Мен де бермей алып қалғанда осы екеуіндей болар ма едім? Кім білген? Бірақ бәрібір. Көңіл түкпірінде туған анама деген сағыныш пен өкпен ала қатар тұралап қалған екен. Анам қайтарында маған не айтқысы келді екен деген сұрақ бір жағынан тағы қинады. Анамның жыл өткен соң інімді қалаға көшіріп алдым. Ағама шаруа қожалығын ашып беріп, ауылдың бір шетінен қора жайын салып беріп, бағатын малына дейін сатып алып бердім. Әпкем де қалаға көшті. Бір отбасын бүгінде бір өзім жайғап отырмын. Маған шешемнің айта алмай кеткен аманаты бауырларыңа қарайлас деген сияқты көрінеді де тұрады.